Саламатсыздар ма? Әлеуметтік желі қолданушылары, құрметті ата-аналар, қымбатты балалар. Бүгін біздің мектебімізде кәсіби бағды беру мақсатында қаламыздың бірнеше орта арнаулы оқу орындарын шақырып, балаларымызға кәсіби бағдар берілуде. Кәсіби бағдар берудің маңыздылығы болашақта таңдалған мамандықтың дұрыс саналы түрде таңдалып, болашақтағы жастың мамандықты дұрыс таңдауы, болашақтағы өмірге дұрыс кірпіш болып қалануына үлкен септігін тигізеді. Қазіргі кезеңде жастарымыздың арасында мамандықты дұрыс таңдауы өте маңызды іс екені белгілі. Осы бағытта мектебімізде оқу жылы барысында кешенді іс-шаралар жүргізді. Бүгінгі күні міне 9-шы сыныптарымыздың соңғы емтиханы күні осының қорытынды ісі ретінде үлкен іс-шара ұйымдастырылып отыр. Кәсіби бағдар беру мақсатында келген оқу орындарының ұстаздары, оқушылармен кездесу өткізіліп, балдарымызға дұрыс бағдар беріліп жатыр. Кәсіби бағдар беру қоғамның жұмыс күшін қайта өндірудің маңызды құралы саналады. Білім саласындағы кәсіби бағыттың ауқымы кең және алуан түрлі. Бұл істің жүргізілуі кадрлар даярлауды жоспарлау мен білім беру жүйесін одан әрі жетілдірумен тығыз байланысты екендігі сөзсіз. Қазір заман талабына сай мамандықтарды иеленген жастарға сұраныс өте жоғары. Бүгінгі заман талабы кәсіптік білім беру саласында адамның табиғи ерекшеліктеріне сәйкес мыңдаған мамандықтар мен кәсіптерге дайындау кезек күттірмейтін талаптардың бірі. Шымкент қаласы номер 83-ші жалпы орта білім беретін мектебінде үлкен іс-шара ұйымдастырылып, 9-11 сынып оқушыларының қандай мамандықты таңдаймын немесе таңдаған мамандығыма қалай қол жеткіземін деген ойлар мазалайтыны анық. Бұл әрине үлкен өмірге қадам басардағы ең жауапты сәттердің бірі. Себебі осы бағыт-бағдар адам ғұмырының алдындағы болашағына өз әсерін тигізеді. Дұрыс жол тапсаң дүниеге пайдасы бар кірпіш ретінде қаланудың мүмкіндіктеріне қол жеткізесің. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма құрметті 9 және 11 сынып бітірушілері, талапкерлер. Ең алдымен біз өзіміздің оқу орнымызды таныстырмас бұрын осы 83-ші қалалық мектебінің басшылығына және ұжымына өзіміздің Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Шымкент көлік колледжінің атынан, басшылығының атынан, ұжым атынан алғысымызды білдіреміз. Құрметті бітіруші түлектер, біз жалпы біздің оқу орнымыз сонау Алматы қаласындағы логистика және көлік академиясымен Шымкент көлік колледжінің атынан келіп отырмыз. Бізде барлығы қазіргі таңдағы Қазақстанның еңбек нарығында қажетті мамандар, соның ішінде Қазақстан темір жолы, Қазақтелеком, Транстелеком, Кегок және де Жарық Транзит, сол сияқты бірнеше ұлттық компаниялармен тығыз байланыста осындай мамандар дайындап отырмыз. Сіздерге құрметті түлектер, біздің оқуға түсуге шақырамыз. Яғни бізде көптеген мемлекет гранттар және де ақылы негізде білім алуға болады. Бізде барлық материалдық база толықтай қамтылған. Алла қаласа бізге оқуға түсіп, білікті маман атаныңыздар. Здравствуйте, уважаемые выпускники 9 и 11 классов. Прежде чем рассказать о нашей специальности, мы хотим поблагодарить именно данное учреждение, которое нас пригласило на такое мероприятие, чтобы показать и представить нашу академию логистики и транспорта Шымкентский транспортный колледж. В этом направлении именно транспорт и перевозок мы являемся одними из самых ведущих специалистами и ведущими учреждениями, которые готовят данных специалистов. Мы предлагаем вам специальность, которую вы можете выбрать не только на свою жизнь, но и для своих детей, потому что мы являемся не просто специалистами, мы являемся династионными. Предлагаем вам стать одними из нас, стать нашей семьей и быть в будущем. Біз арманға болашақпен темір жолмен. Болашаққа темір жолмен. Саламатсыздар құрметті әріптестер, ата-аналар, оқушылар. Біз Шымкент қаласындағы Түркістан индустриалдық құрылыс колледжіне келіп отырмыз. Есімім Қыдырып Талғат болады. Сол мекемеде мұғалім болып жасаймын. Бүгінгі біздің неміз осы оқушыларды, біздің арт жағымызда тұрған заттардың бәрі осы біздің студенттермен жасалған заттар. Осыларды алып келіп, сіздермен көрсетіп, сіздермен таныстыруда ойдамыз. Негізі біз индустриалды құрылыс колледжінде 12 мамандық бар. Сол мамандықтарда негізі атап өтетін болсақ, автомеханик, автокрановщик, автоэлектрик,
газоэлектросварщик, радиомеханик, электромонтер мамандықтары бар, және қыздарға дизайнер мамандығы бар. Содан кейін жаңағы мастер по евроремонту дейді, жаңелде шеберлік жаңағы мастерлік жаңан берілетін бар, және инженер-программист деген қыздарға аталған мамандық бар. Және биыл ашып жатқан тігінші мамандығы бар. Сол тігінші мамандығында биыл қостық. Мынау енді бізде оқу жылы 2 жыл 10 ай. Бұл енді мемлекеттің бағдарламасы бойынша жүріп келе жатқан не? Сол үшін бұл қазіргі таңда бізде 21 мың стипендия беріледі студенттерге, және 3 айда 1 рет 5 мың теңге жол кіре беріледі студенттерге, және бір мезгіл ыстық тамақпен студенттер қамтамасыз етіледі. Бұл енді мемлекеттің мынау жасөспірімдерге жасалып жатқан өте үлкен қамқорлығы деп білеміз енді. Сол үшін Түркістан индустриалдық құрылыс колледжіне біз шақырамыз. Оқу барлығы тегін мемлекеттен қарастырылған. Сол үшін осы колледжге түсулеріңізді сұранамыз. Келіңіздер, көріңіздер, танысыңыздар. Саламатсыздар ма, ата-аналар, құрметті оқушылар. Мен индустриалды техникалық колледжінен келіп отырмыз. Бізде көп 7 түрлі мамандығымыз бар. Бізде автоэлектрик, автомеханик, дәнекерлеу, токар мамандығы, және сонымен қоса оператор, және кип деген бақылау өлшеу аспаптары деген мамандық бойынша біздер колледжде, біздің колледжіміз өте танымал. Бізге келсеңіздер болады. Бізде 1 мезгіл ыстық тамағымыз бар, сонымен қоса стипендиямыз бар, және бізде мұғалімдер өте білікті, жоғары санатты. Біздің колледжіміз таңдасаңыздар өкінбейсіздер деп ойлаймын. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар және оқушылар. Біз Шымкент қаласы бойынша 50 жылдық тарихы бар жол көлік колледжіне келіп отырмыз. Биылғы 9 және 11 бітіруші түлектерді өз колледжімізге мамандық алуға, білім алуға, үлкен белестерді алуға шақырамыз. Здравствуйте, уважаемые родители, коллеги, абитуриенты. Я вас приглашаю в дорожно-транспортный колледж, который имеет 50-летний стаж и опыт, который имеет на базе своего современные последнего выпуска учебные пособия, агрегаты, а также автомобили последней марки. У нас имеются следующие специальности для вашего представления. По железнодорожному транспорту мы можем предложить вам автоматику, телемеханику и управление движением на железнодорожном транспорте. Организация перевозок и управления движением на железнодорожном транспорте. А также техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию железнодорожного транспорта. Следующая у нас организация перевозок и управления автомобильным транспортом и есть организация дорожного движения. Организация перевозок на автомобильном транспорте занимается организацией и планированием маршрутов как на автобусных пассажирских перевозках, так и на грузовых перевозках города и области, а также за пределами. Организация дорожного движения выпускает работников, техников организации дорожного движения, в том числе и работников ГАИ. Также у нас имеются специальности технический ремонт и обслуживание автомобилей, специальности строительства автомобильных дорог и аэродромов, а также дорожные машины и агрегаты. Эти специальности тоже очень актуальны и важны для нашего народного хозяйства. Да. Приходите учиться к нам.